Армысыздар жанкүйерлер, бұл ұлт футбол бағдарламасы. Сіздерге ішкі чемпионаттағы матчтардан бөлек клубтарымыздың Еуротурнирлердегі бәсекелерінен де шолу жасайтын боламыз. Сондай-ақ отандық футбол маңындағы қызықты ақпараттарды назарларыңызға ұсынамыз. Әр аптаның бейсенбісінде арнамызды қосып, бағдарламаны өткізіп алмаңыздар. Сонымен біз бастаймыз. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Қос болгариялық маманның арасындағы текетірес қалай аяқталды? Ең көп гол соғылған матчқа шолуда бүгінгі санымызда. Қарағандылықтардың кезек жеңісі турнирлік кестеге өзгерсеңізді. Осы және басқа да шолуларымызды алдағы 25 минут көлемінде назарларыңызға ұсынбақпыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Ел чемпионатының екінші айналымы өз бастауын алды. 3 аптаға созылған үзілістен соң қос алтылыққа бөлінген командаларымыз 23 турда бір-бірімен қайта жолықты. Алғаш алтылықта чемпиондық атаққа, екіншісінде чемпионатпен қош айтыспау үшін талас қыза түспек. Көп созбай шолумызды бастаймыз. Туршымылдығын елордалық Астана мен Керекөлік Ертіс арасында кездесу ашты. Көшбасшылар үшін бұл текетірестен 3 ұпай алу аса қатты қиынға соқпады. Себебі қарсыластары турнир кестедегі орнына қарамастан өте мардымсыз ойнады. Астананың 3-1 соққан голына жауап таба алмаған олар бұл матчты жеңіліспен аяқтады. Қос команданың алғашқы айналымдағы кездесуінде есеп ашылмай тең тарқасқан болатын. Бірақ бұл кездесу көпшілік күткенде емес. Болгариялық мамандардың ойынды қалай өрбіткендігіне куә болайық. Астана аренада өткен матчты тамашалауға 2000-ға жуық жанкүйер жиналды. Талдықорғандық Денис Измайлов бұл кездесуге төрелік жасағандығын айта кеткен жөн. Ойын барысы былай өрбіді. Өз қанаты арқылы шабуылға кіріскен Junior Кабананганың соққысы Давид Лорияның уысынан табылды. Есеп 11-ші минутта ашылды. Мұжықовтың бұрыштамадан әуелеткен добына басын тосқан Юрий Логвиненко ешкім күтпеген жерден нысананы дөп көздеді. Шебер орындалған бұл соққыға қол соғу еш артықтық етпес. Ертіс бұдан соң жылдам таразбасын теңестіруге тырысты. Роман Мұртазаев керемет дриблинг арқылы сытылып шығып, пастың орнына соққы жұмсады. Артынша Агим Ибраими қарымта шабуылға шығып, әріптестерін күткен еді. Олардан жауап болмаған соң өзі түйіндеу шешкен Агимнің соққысы нәтижесіз аяқталды. Одан соң Кабананганың қақпалына қарай шығарған пасына Лория кезекті рет тосқауыл қойды. Азат Нұрғалиевтің ешкім күтпеген жерден пайда бола кетіп, соққы жұмсайтын қасиеті бар. Бұл жерде де сондай әрекетін қайталады. Бірақ кейпердің жауабы дайын. Отыз екінші минутта Дмитрий Шамконың ауыттан қосқан добын кеудесіне қысқан Кабананга қақпалынан Лорияны сан соқтырып кетті. Конго шабуылшысы тағы да белсенділік танытты. Бұл жолы бұрыштамадан доп асырылған сәтте. Одан бөлік алыстан соққы жұмсап, өз бағын сынап көруді де ұмытпады. Алайда Лория оның ойын оқып қойғандай. Кезекті доп алмасу барысында Немanja Максимович те ұрымтал жерден қақпаның нысана қалды. Бірақ Александр Кислицин соңғы сәтте ғана аяғын тосып үлгерген еді. Петр Чехтың қақпасына дубль жасаған Логвиненко Лорияға да қос гол соққысы келгендей, дегенмен ол ойы жүзеге аспады. Ойын барысында жанкүйерлер Шамконың да жойқын соққысына куә болды. Қарсыластарда қарап қалмады. Командасына үміт сыйлағысы келген Шота Григолашвилидің мына бір соққысы қиыстау шықты. Сондай-ақ Лория Мұжықовтың да гол соғуына мүмкіндік бермеді. Ибраимидің алыс бұрышты көздеуі де нәтижесіз.
Серікжан үшін тамаша мүмкіндіктер жасалған болатын. Алайда асығыстық ойыншының басты қарсыласы. Өзі гол соқпаса да пас берудің шебері Можықов келесі қанаттан ашыла түскен Патрик Твумасиге үн қатқан еді. Бірақ ойыншы үлгермеді. Өткен турда керемет гол соққан Қазбек Кетериев бұл жолы да қақпа кілтін табуға шақ қалды. Мына дриблингінен соң соққы әуе қармап қалды. Артынша Твумаси шабуыл барысында бір қорғаушыны алдап өткенмен қақпаны биіктеу көздеді. Көп ұзамай ойынның нүктесі қойылды. Джордже Деспотовичтің жеке шеберлігі мұнда үлкен рөл атқарды. Ал спортшы көздеуі сәтті аяқталып, біршама үзілістен кейінгі өзінің кезекті голын соқты. Димитар Димитриев шәкірттері соңына дейін күресіп бақты. Игнасио Эррераның орта тұстан бағыттаған соққысы қақпадан сәл ғана қиыстау кетті. Тамаша матч өткізген Давид Лория соңғы сәтте де қақпасын аман сақтап қалды. Бұл жолы мазалаған Игорь Шитов. Осылайша матчта өз мәресіне жетті. Қорытынды есеп 3-0. Қос болгариялық маманның арасындағы текетірес осылайша есеппен аяқталды. Астана үшін бұл ойын Еуропа лигасы аясындағы беларустық Батыге қарсы ойынға дайындық есебінде жүргендей. Ал Ертіске енді барын салмаса болмайды. Себебі 3-ші статтан айырылып қалуы да ғажап емес. Ал алматылықтар бұл турда Көкшетауға қонаққа барды. Оқжетпеспен ойында олар үшін де жеңіс ауадай қажет болатын. Елордалықтармен бәсеке жүргізіп келе жатқандықтан бір сәтке де босаңсудың қажеті жоқ. Осыны түсінген Хахабер Цхададзе қажет тактиканы дәл тауып Алматыға жеңіспен оралды. Көкшетаулықтар өз алаңдарында қабылдағандықтан допқа көбейелік етуі заңдылық. Ал алматылықтар керісінше, сырт алаңда мардымсыз өнер көрсететін команда. Бірақ бұл ойында барлығы керісінше болды. Қос гол соққан қайратына мініп 3 ұпайды еншісіне жазды. Матчтың басында Игорь Юрин Айбаланың сыртына соққы жұмсап көрді. Бірақ Владимир Плотников оның ойын оқып қойғандай. Удар Юрина! Плотников! Мирасулиев должен оказаться в резерве, но, как мы видим, Андрей Аршавиннің керемет пасынан соң Исаэль жылдамдығын арттыра түсіп, қақпашыны көздеді. Все того же Кайрата, Аршавин, отличный заброс на Исаэля. Десятка Кайрата пробивает, и Саша Стаменкович прибирает снаряд. 17-ші минутта Оқжетпес өз айып алаңдарында тәртіп бұзып қақпаларына 11 метрлік айып соққысын белгілетіп алды. Ғафуржан Сүйінбаевтан пас қабылдай берген Бауыржан Исламханды қорғаушылар шалып жыққан болатын. Горчичник может получить Виталий Волков. Активно при этом всем дискутирует и Саша Стаменкович. Вначале с Бауыржаном Исламхановым, теперь еще и Жераром Гоу. На 11-метровой отметке располагается целый ряд футболистов, и все они пытаются объяснить Артему Кучину, что тот ошибается, но это пенальти. Свое решение уже главный арбитр не изменит. И теперь Бауыржан Исламхан может... Нүктеге жақындаған капитанның соққы бағытын Саша Стаменкович бағамдай білген еді, бірақ жылдамдыққа ілесе алмады. Нәтижесінде есеп ашылды. Алматинцы открывают счет, и делает это Бауыржан Исламхан. И задача для подопечных Владимира Буханова становится еще и еще сложнее. Кайрат, который умеет контролировать ход встречи, теперь имеет еще и небольшой отрыв в виде одного мяча. Жерар Гоу в разноцветных бутсах отправляется к центральному кругу, ну и мяч вновь разводят футболисты в белой форме. Джозеф Нейн. Нейн, который стал, можно сказать, стержневым игроком. Артынша доп бұрыштамадан қосылған сәтте жолай басын тосқан Жарко Марковичтің соққысы биіктеу кетті. За спиной у серба оказывается Джозеф Нейн, и коснувшись последнего, мяч и уходит вновь.
27-ші минуттағы шабуыл кезінде Исламхан қақпашыны алға ұзап кеткендігін байқап, спорттық снарядты асыра салған еді. Алайда Стаменкович дер кезінде орнына келіп, иелігін голдан аман сақтап қалды. Слишком далеко вышел из ворот. Все делал зрячий, 9-й номер. И капитан алматинской команды, но и Стаменкович не сплоховал, учитывая, что солнце светит ему прямо в глаза. 28-я минута. Осыдан соң Исламхан алаңның сол қанатынан орта тұсына дейін жеке шеберлік арқасында керемет қимылдап, ашық тұрған Станислав Лунинге үн қатты. Луниннің тоқтатпастан тепкен добы бұл жерде қиыстау. 2-0 нет. Все-таки Стаменкович этот мяч вытаскивает. И отметим, во-первых, фанаты нашей сборной любят. Алаң иелері де қарымта шабуыл барысында қонақтардың қақпасына бірнеше рет қауіпті соққы жұмсаған болатын. Штрафную площадь, удар Каналиса. Жумаханов, еще один выстрел по воротам. Лунин играет в 2008 году. Жумаханов с мячом, удар Марата Хайруллина. 2008 год это... Қос тараптың ойыншылары үзіліске аттанар тұста таразбасы теңесіп кетті. Юриннің орындаған айып соққысына басымен сәтті ойнап, нүктесін қойған Николас Каналис. Жаңа шабуылшы осылайша біздің чемпионаттағы өзінің алғашқы голын соқты. Сравнивает счет. 1-1 у нас в матче. И возвращается интрига. Свою состоятельность. И что и происходит. Каналис, который был чуть ли не привидением, теперь забивает такие ворота Кайрата. Представляю, как радуются те, кто на тотализаторе поставил на то, что обе команды могут сегодня... Ристо Ристовичтің мына бір алыстан бағыттаған соққысына Плотников жауап таба білді. Великолепный сейв совершает, но опять же, все это так. Кайрат, наверное, один из лучших составов в Казахстане. Если говорить, как-то разбирать. Вытаскивает Кайрат из той ямы, в которую... 54-ші минутта Игорь Юрин бірінші таймдағы Исламханның әрекетін қайталап, қақпаны сәл ғана қиыс көздеді. Смотрите, какой сольный проход удается Игорю Юрину. Примерно то же самое совершил в первом тайме Бауыржан Ислам. Арада бір ғана минут өткенде Қайрат қайтадан есепте алға шықты. Кезекті комбинациялық пас алмасудан соң допқа елі кеткен Исаэль нысана көздеуден мүлт кетпеді. Жерар гол технично на Аршавина, вновь пробрасывает дальше мяч. Исаэль, какой выстрел 10-го номера алматинской команды, прямо в девятку он выстрелил, и вот 2-1, опять же в пользу Кайрата. И ведь я говорил, нужно бы поплотнее играть с такими мастерами, а дали возможность пробить. Исаэль еще вычищает Бутсу, бразильца, который он и отправил мяч в ворота Саши Стаменковича. Каналис разыгрывает. Исламхан орындаған айып соққысынан соң Жирарго оны нәтижелі аяқтауға шақ қалды. Ристович головой пытался мяч своего бывшего клуба. Ристовичтің кезекті мәрте бағыттаған соққысына Плотников тосқауыл қоя білді. Добавлять необходимо, Ристович бьет из-за пределов штрафной площади, и Плотников бразильская техника, если она у него Ол жетпес сатынан бұл ойында сөзсіз Каналис үздік. Әріптестері біршама рет тамаша пас шығарған болатын. Қиыннан қиыстырып өз міндетін атқаруға тырысқан Николастың жолына кейпер мұнда да кесе көлденең. Из этой позиции что-то иное сотворить, либо лишь если только убирать мяч под себя и пытаться обыграть. Мангутин убирает мяч. Ал Марат Хайруллиннің мына бір пасы әлсіз шықты. Әйтпегенде Қайрат үшін өте сәтсіз аяқталар еді. Удар слабо для того, чтобы застать врасплох Владимира Плотникова. 78-ші минутта Исламбек Қуаттың қолына доп тиіп стандарттық жағдай орын алды. Алматылықтарға абырой болғанда Қуат айып алаңның сыртынан табылды. По-моему, все произошло все-таки за пределами, практически на линии штрафной площади. Артем Кучин. Но очень часто происходят вот такие затяжные беседы главного арбитра. Серж Нгамбе Бандоның осы нүктеден жұмсаған соққысы Қайрат қамалынан кері серпілді. Ни Жерар Гоу, никто ли предоставляет. Исаэль, быстрый контр. 81-ші минутта қарымта шабуылға кіріскен Исламхан Исаэльдің ашылуын күтті. Бразилиялық келіп жеткенде допты бірден қақпаға бағыттады. Алайда дәлдік жағы ақсау. 85-ші минутта есепті ұлғайта түсуге мүмкіндік болды. Бакаевтың пасынан соң Гоу қақпашымен жеке дара шығып, еш айласын асыра алмады. Екінші рет соққы жұмсаған Исаэльдің добы әуе қармады. Передача назад, Аршавин, заброс на Исаэля, и в падении бразилец пытался таким зацепить мяч, перевести его в сетку ворот, но ему это не удается. Стаменкович, и вот она будет.
Ойынға қосылған қосымша уақыт түгесілер тұста алаңға жаңа шыққан қос ойыншы бірігіп таблода көрсеткішке өзгеріс енгізді. Леандре Тавамбаның пасынан нүкте қойған Херсон Асеведо. Последний наконец-таки начинает оправдывать все те сентименты и, в общем-то, отзывы, которые ранее о нем звучали, ведь Герсон приходил в Кайрат. Осылайша матчта өз мәресіне жетті. Қонақта жеңіске жеткен Қайрат. Есеп 1-3. Турдағы ең көп гол соғылған матч Ақтөбе мен Ордабасы арасындағы текетірес. Ашық ойын үлгісін көрсеткен олар бір-бірінің қақпасына 4 мәрте дәл көздеп, барлығы 8 гол жанкүйерлердің назарына ұсынылды. Атылған командалар қашанда бітіспес қарсылас. Әсіресе осы маусымда бір-бірінің кезегімен қапы қалдырды. Ал бұл жолы қалай болды? Интригаға толы кездесуге шолу жасайық. Алаң иелерінің бұл ойында асыға алшысынан түспеді. Есепте алға шықса қарсыластары тез арада таразы басын теңестірумен болды. Ордабасының ордабыздар ойыншылары Ақтөбенің жас футболшыларына біршама қысым жасағандай. Мұндағы матчтың тағдыры нәтижелі тең есеппен аяқталды. Алғашқы минуттардан ақ аққызылдар шабуылды ұйымдастырды. Марат Сидиков сол қанат арқылы айбалана қарай доп асырған сәтте Асланбек Какимовке есеп ашуда дәлдік жетіспеді. Первая опасная игра. Вот еще раз смотрим с этого ракурса. Подача была в район 11-метровой отметки. И все-таки Аслан... Іле-шала қонақтар шабуылы. Отар Марцваладзенің жақын бұрышты көздеуі сәтсіз аяқталды. Марцваладзе бил ближний угол. Ордабасы қорғаушылар қателескен тұста Алексей Щеткинде қақпаны көздеп көрді. Алайда қиыстау. Ошибается сейчас гости, удар. Один. Нет. В ворот сейчас Алексей Щеткин не попал. 15-ші минутта алаң иелерінің қорғанысын бұзып жарған Марцваладзе қақпаны дәл көздеп есеп ашып кетті. Марцваладзе 1-0. На 15-й минуте встречи грузинский футболист открывает счет, получив передачу своего партнера по команде. И удалось контратаку сейчас организовать команде в Казахстане. Саят Жумагали пытался ему помешать, там рядом расположился. Артынша Гогита Гогуамен пас алмасқан Александр Гейнрих алыстан соққы жұмсап өз бағын сынап көрді. Удар Гейнриха прямо по центру ворот. Не удалось зафиксировать. 39-ші минутта Ақтөбе Асланбек Какимовтың араласу арқасында тараз басын теңестірді. Жылдан пас алмасқан алаң иелерінің бұл шабуылынан нүкте қойған Алексей Щеткин. Удар Асланбека Какимова. И все-таки счет сравнивает сейчас Алексей Щеткин. Посмотрим. Асланбек Какимов пробивается. Тем умудрился передачу сделать в лежачем положении. Вот еще раз смотрим. Здесь поучаствовал и Игорь Байчук, который делал передачу на счет. Ал ойыншылар үзіліске аттанар сәтте Какимов керемет гол соғып батыстық ұжымды есепте алға шығарды. Удар Асланбека Какимова 2-1. Удалось выйти вперед. Екінші таймның басында Гогита Гейнрих шубы сәтті қимылдады. Александрдың соққысына бұл жолы қақпашы тосқауыл қойды. Генрих! Вот примерно 56-ші минутта Александр Симчевичтің сол қанаттан айбаланы әуелеткен добына иелік еткен Марцваладзеге қарсы ойын ережесі бұзылып, 11 метрлік айып соққысы белгіленді. Самат Отарбаевтың реакциясын күткен Гейнрих пенальтиден тараз басын қайта теңестірді. Осыдан соң Гейнрих екінші голын соғуға алға ұмтылды. Айбаланың оң қапталынан жасаған соққысы қорғаушылардан кері серпілді. Артынша Ордабасы бұрыштамадан доп көтеріп, ойыншылары нысананы бірнеше мәрте көздеген болатын. Нәтижесінде қақпа сызығының алдында қолмен ойнаған ақтөбеліктер тағы бір пенальтиді белгілетіп қойды. Бұл жолы Александр Гейнрих жойқын соққысымен қақпаның сол жақ бұрышын дәл көздеп таблода көрсеткішке өзгеріс енгізді. 84-ші минутта Виктор Крюков оң қанат арқылы айбалаңына еніп, дәл сол жерден қақпашыны қапы қалдырып кетті. Пас аралас соққысы өз жемісін берді. 88-ші минутта Никита Бочаров үздік ойынымен көзге түсті. Ренат Абдуллинді айналып өткен ресейлік айбалаңда доп сұраған Щеткинге үн қатты. Алексей үшін бұл жерде қателікке бой алдыру мүмкін емес. Есеп 4-3. Оторвался от Абдуллина. Ох, четвертый мяч в сетке ворот. Здорово сыграл. Оставалось буквально с метра от ворот. Вот еще раз смотрим. Никита Бочаров оторвался от Рената Абдуллина. Увидел Алексея Щеткина и своей коронной левой сделал шикарную передачу на Алексея Щеткина. На блюдечке предоставив мяч тому.
Вот еще раз смотрим с этого ракурса. Здорово. Конечно, никто не ожидал. Матчқа қосылған қосымша уақыт өз мәресіне жетер тұста Еркебұлан Тұңғышбаев өз қапталы арқылы қақпалына қарай пас асырды. Бірінші секірген Гейнрих керемет ойнап командасын жеңілістен құтқарды. Кездесу осылайша 4-4 есебімен тең аяқталды. Күреске толы өткен ойын жанкүйерлердің көңілінен шықты деген ойдамыз. Вот еще раз смотрим. Тұңғышбаев подавал и выше Саята Жумагале выпрыгнул Александр. Турнирлік кестеде көрші орналасқан қос клуб осылайша тең дарғасты. Есепті ұстап тұра алмаған Ақтөбе бір ұпайға қанағат танытып, Бақтияр Байсейітов шәкірттеніне де осындай ұпай сыйлады. Батыстық клуб сапынан Ластина Дао мен Дмитрий Голубовтың енді өнер көрсетпейтіндігін де айта кеткеніміз жөн. Легионерлер санына қойылған шектеу бұл ойыншыларға да әсер етті. Енді Қарағандыға ат басын бұрайық. Мұнда жергілікті Шахтер өз алаңда Таразды қабылдап минималды есеппен басым түсті. Жаңа бапкер келгелі кеншілерінде ойыны жүре бастады. Дәл осы фактор себепкер болды ма белгісіз. Қос ойын қатарынан олар әзірге жеңіліссіз келе жатыр. Матчтағы жалғыз голды кім соқты? Қалай орындалды? Сюжетке назар аударайық. Шахтер Тараз арасында кездесу екінші алтылықтағы негізгі ойындардың бірі. Себебі қос ұжым турнирлік сатыда көршілес орналасқан. Қай жеңгені 10-ші орынға табан тіремек. Сондықтан екі команда да соңына дейін күресті. Мұнда екінші минуттақ алаң иелері айып тобын орындады. Десли Убингтің соққысы жойқын шыққанымен кипер кері қайтарды. Артынша бұрыштамадан кейінгі Сергей Сколихтың мына бір соққысы өте қауіпті болды. Игорь Пикалкиннің де алыстан көздеуі сәтсіз аяқталған болатын. Таразда құрғалмады. Тараз Танилюктің алыстан жұмсаған соққысы қақпадан сәл ғана қиыстау шықты. 32-ші минутта Малик Мани алаңның орта тұсынан айып соққысын орындаған болатын. Әуелеген доп тура қақпа маңдайшасының астына көзделген еді. Бірақ қақпашы дер кезінде қимылдады. Тараз ойыншылары бұрыштамадан соң да комбинациялық ойыннан кейін де есеп ашуға шақ қалды. Қарағандылықтардың кезекті шабуылы кезінде есеп ашылып кеткен болатын. Бірақ одан сәл ертерек кішігірім ойын тәртібі бұзылды. Есеп 66-ші минутта ашылды. Мақсат Байжанов оң қанаттағы қорғаушыны алдап өтіп, айып алаңына қарай тамаша пас шығарған тұста Десли Убинг дер кезінде жетіп қақпа торын бүлк еткізді. Қонақтар тез арада есепті теңестіруге тырысып, мынадай қауіпті шабуыл ұйымдастырды. Көп ұзамай тараздықтар өз айып алаңдарында қателікке бой алдырды. Осы сәтте нысананы көздеген Скорихтың көзге көрінуіне қақпашы жол бермеді. Қарағандыдағы матч осылайша минималды есеппен өз мәресіне жетті. Шахтер Таразды турнирлік кестеде артта қалдырды. Келесі кезекте Оралдағы матч. Бұл турда Ақжайық пен Жетісудың жолдары түйісіп, кім мықтыны анықтады. Вахид Масудовтың тізгіндеуімен оралдықтар қауіпті соққыларды жиі ұйымдастыратын болды. Матч барысында қонақтардың қақпашысына тыным бермей, жиі мазалаумен жүрді. Ақжайық пен Жетісу арасында кездесу Оралда өтті. Екінші алтылықты қорытындылап тұрған батыстықтар үшін бұл матчта есе жібермеу басты назарда болған еді. Себебі келер маусымда жоғары дивизионда қалғысы келсе, бірде-бір мәрте жеңіліске ұшырамауы қажет. Осыны түсінген Вахид Масудов шәкірттері барын салып 3 ұпайға қол жеткізді. Алғашқы шабуылды алаң иелері ұйымдастырды. Мирослав Личичтің қақпалдында қайшылап тұрып тепкен добына сәл ғана дәлдік жетіспеді. Отличный момент, отличный удар. Артынша Фредди Каранелдің жойқын соққысы қақпа торын кесіп өтерді еді, бірақ қиыстау кетті. Кезекті шабуылда айып алаңына доп асырылып, мұнда басын тұсқан Личичтің соққысы бағанадан тым биік кетті. Қонақтардың алғашқы шабуылы Горгий Моисовтың мынадай соққы жұмсаумен аяқталды. Одан соң Мартин Кляйн қауіпті айып соққысын орындады, бірақ кипер өз иелігін аман сақтап қалды. Қарымта шабуылға кіріскен оралдықтардың жолы болмады. Эдуард Сергеенкодан бұрын допқа қақпашы жетті. Артынша допты уысынан шығарып алған Жетісу қақпашысының бұл ісін жазалауы артықтық етпес еді. Бірақ тағы да Сергеенко өз мәнерінде. 59-ші минутта Эльдар Әбдірахмановтың әуелеткен добына басын тоспақ болған Руслан Валюлинді қорғаушылар ережеге сай емес әдіспен тоқтатып, қақпаларына пенальти белгілетіп алды. Бағанадан бері жолы болмай жүрген Мирослав Личич 11 метрлік айып соққысын сәтті орындап, ойындағы жалғыз голдың авторы атанды. Матчта өз мәресіне жетті. Қорытынды есеп 1-0. Ақжайық көптен күткен жеңісіне қол жеткізді. Ал Қостанайдағы кездесуде құрғақ есеп. Атырауда, Тобылда алғаш алтылыққа лайық командалар болатын. Бірақ жолдары болмаған олар осылайша екінші алтылықта өнер көрсетуде. Мұнда шабуылдардың саны көп болғанмен ешбірі нәтижелі түйінделмеді. Бұл жайында келесі сюжетімізде.
Қос мықты арасындағы ойын тур бойынша орталық матчқа баланды. Екі ұжым да алғашқы алтылықтан құр қалғанымен керемет ойындармен жанкүйлердің көңілінен шығуда. Бірақ бұл кездесуде есеп ашылмастан командалар тең тарқасты. Алғашқы қауіпті сәт айып соққысынан орын алды. Владимир Ажановтың 30 метрдей қашықтықтан бағыттаған соққысы жақын бұрышқа көзделген еді, бірақ қақпашы уысынан шығармады. Тобылда комбинациялық пас алмасудан соң соққы жұмсайтын әдетіне басты. Нұрбол Жұмасқалиевтің шырайын алдыра бағыттаған добына кипер тосқауыл болды. 25 минутта Павел Шабалин жойқын соққысын бір сынап көрді, сәл ғана қиыстау. Артынша Жасур Нәрзіқұлов өз елігін аман сақтап қалды. Әйтпегенде есеп ашылып кетуге шақ қалған. Душан Савичтің де мына соққысы әлсіздеу. Осыдан соң қос тараптан 2-1 ойыншы алаңды босатты. Тәртіпсіздіктер үшін жазаланғандар Вячеслав Шарпа және Виктор Дмитренко. Осылайша кездесуде өз мәресіне жетті. Қостанайда есеп ашылмады. 0-0 нәтиже. Міне, ұзақ күткен 20-ші турда өз мәресіне жетті. Енді турды қорытындылай берсек те болады. Алдымен турнирлік кестеге назар аударып сұрмергендер тізіміне үңілейік. 20 турдан соң Астана әлі де көш бастауын жалғастырып келеді. Еншілерінде 56 ұпай, ал алматылықтардың саны олардан 7-ге кем. Ертіс болса 41 ұпаймен үздік үштікті тәмамдап тұр. Ол жетпесте 37 болса Ордабасыда 34 ұпай, Ақтөбенің қанжығасында 29. Енді екінші алтылыққа назар аударсақ, мұнда Атырау мен Тобыл алғашқы сатыда. Қос команданың да көрсеткіші Ақтөбемен бірдей. Шахтер 24 ұпаймен 9-шы орында болса, Жетісу олардан әзірше жалғыз ұпайға кем. 19 ұпайы бар Тараз 10-дықтан тыс қалса, Ақжайықта бәсекені қыздыруға дайын. 14 ұпай. Сұрмергендер тізімі мынадай. Ивуарлық шабуылшы Жерар Гоу 15 голмен бірінші орында, бірақ соңғы турда голсыз кеткен болатын. Ал екінші сатта 12 голмен Душан Савич журналаста үздік үштікті осындай көрсеткішпен Роман Мұртазаев тәмамдап тұр. Сондай-ақ жас капитан Бауыржан Исламханның еншісінде де 12 гол бар. Алайда оның 5-еуі пенальтиден болғандықтан әзірше 4-ші сатта. Азат Нұрғалиев болса 10 голмен 5-ші орында. Енді кезекте бұл турдың үздіктерін бірге анықтайық. Қай ойыншы өз позициясында үздік өнер көрсетті? Соған мән беріп назар аударайық. Ол жетпеске қарсы ойында Владимир Плотников өз елігін құрғақ сақтағаннан бөлек бірнеше қауіпті соққылардың бетін қайтарды. Сондықтан қақпа елігіне Қайрат Пипері лайық. Ал қорған шебіне мына ойыншылар тіздік. Сол қанатта Игорь Пикалкин, орта тұста Сергей Яворский мен Жарко Маркович, ал оң қапталдағы үздік Игорь Шитов. Жартылай қорғаушылардың арасында бұл турда Мақсат Байжанов пен Немания Максимович ұжымның қара жұмысын атқарған ойыншылар. Сондықтан тізім келіпті. Ал шабуыл шебі мынадай. Қос қапталда керемет өнер көрсеткен вингерлер Серікжан Мұжықов және Исаел. Сондай-ақ шабуылды ұйымдастырумен болған Отар Валадзе өз позициясында үздік танылса, өткір шабуылда Александр Гейнрих алдына жан салмады. Соңғы кездесуде хет-трик жасаған болатын. Астанаға жеңіс алып берген Станимир Стойлов құрамның бапкері болуға әбден лайық. Бүгінгі санымыз өз мәресіне жетті, құрметті жанкүйерлер. Әр аптаның бейсенбі күнде ел чемпионатындағы, сондай-ақ клубтарымыздың халықаралық аренадағы кездесулеріне шолу жасайтын ұлт футболы бағдарламасын өткізіп алмаңыздар. Келесі кездескенше аман саулықта болайық. Спортпен шұғылданыңыздар.